Құрметті ата-аналар және оқушылар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз натюрморт. Натюрморт дегеніміз ол үш или бірнеше заттан тұратын постановка. Заттардан ыдыс болсын, или жеміс-жидек болсын, или басқалар болсын. Қазір мен сіздерге осы экранда 1, 2, 3, 4 жұмыс жіберем. Соның ішінен өздеріңіз қалап алып салуға болады. Болмаса үйде де солай контрастный цвет қоюға болады. Контраст дегеніміз бір-біріне қарама цвет. Мысалы, қара мен ақ, сары мен көк, оранжевый мен, может қара, сондай бір қарама қарсы, ішінде бір яркий цвет тұрады. Оны жай өздеріңіз үйде ондай мүмкіндік болса қойып та салуларыңызға болады. Қазір оны қалай салу керек екен? Мен ішіндегі біреуін таңдап алдым. Темно-фиолетовый, темно-синий чайникпен лимон, апельсин үшеуін таңдап алдым, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Экранда көрсеткендей, мен жаңағы натюрморттың ішіндегі чайник таңдадым, апельсин, лимон. Өздеріңіз қазір экранда шығады. Енді мен мына жерде жалпы сурет салып шықтым. Бұнда бірінші мысалға көрсетейін. Қағазға кішкентай көрсетейін. Мынау менің қағазым, мынау сіздердікі. Мына кішкентай ғана шағын масштабта көрсетемін. Мына бірінші плоский стол саламыз, содан кейін барып, мына заттарды, мысалға чайникті біз орын белгілейміз. Мысалға мына жерде чайник болады, мына жерде апельсин болады, апельсин кішкентай екен, мына жерде лимон болады деп белгілейміз. Мына жерде где-то чайниктің тұмсығы тұрады деп бүйтіп белгілейміз. Бұны біз компоновка дейміз. Компоновка дегеніміз бұны дұрысынан бетіне орналастыру. Одан кейін построение. Построение дегеніміз уже біз чайниктің жалпы формасын салып, алтымызға қойылған заттың жалпы формасын салып, мына жерге уже орналастырамыз. Мына жерде матесігі, орналастырып, мына жерде апельсин, мына жерде лимон. Бұл построение. Содан кейін барып біз цветпен жұмыс істейміз. Цветпен жұмыс істегенде жаңа өздеріңіз ішінен таңдап аласыздар любойын. Айтып отырмын ғой, мен мынаны таңдап алдым деп. Мен бірінші жаңағы палитра дейді, мынадай тарелка алдым, ақ сары цветті шығарып алдым. Бұл өте важны. Енді мен аламда мына жерде основа негізі ақ түстен бастайын. Көрдіңіздер ме? Ақшыл сарыдан бастайын. Жарық түстен, жылы түстен бастайын. Енді мына кешкі мысалы үлкендеу болып тұр бұл размерге. Онда мен тағы да орташа кешкі аламда астына сарының өзін қойып жатырмын. Көрдіңіздер ме? Онда жарық свет етен жарық көлеңке арқылы біз осы заттың көлемін шығара аламыз. Объем. Одан кейінгі мынадай сары оранжевый цвет алдым. Ол апельсин. Көрдіңіздер ме? Бүйтіп жалпы бояп шықтық. Жазып дейді біздің тілде. Содан кейін бар, мына астындағы драпировкасы. Драпировкасы мынадай бізде қызыл бар, оранжевый и розовый. Мен розовый цвет алғанды тәуірлеу көрдік. Розовый. Астында постановкамыз розовый цвет. Драпировкамыз ашық розовый. Бүйтіп беріп шықтым. Формат А4 ала салсаңыздар да болады. Ала берсеңдер болады А4. Мына жерге посветлее. Демек жарық бізде сол қапталдан түсіп тұр. Сол жақтан. Енді мына кешкім, мына жерде мына апельсинге қарағанда драпировканың көлемі үлкен болғандықтан мен үлкендеу кешкі алғанды дұрыс деп санаймын. Жалпы артқы фондарын беріп жатырмыз. Артқы
фон бар, алдыңғы фон бар. Мына арт жағын сәл розовый цветті потемнее жасаймыз. Өйткені мына тұрған зат ары қарай кетіп қалу керек. Ары қарай кетіп қалу керек. Енді қараңыздар, ол апельсин, лимон, оның бәрі өзі түсінікті зат. Алдыңғы фон басқа бір предмет, басқа бір драпировка қоя салдық. Енді қараңыздар, артқы фонға қараңыздар. Артқы бұл бізде қандай? Сиреновый цвет. Сиреновый цвет беру үшін қараңыздар. Не қызыл қоспай, қызылға көкті қоссам, онда қоңыр кірлеу цвет шығады. Сондықтан мынадай синий фиолетовый дейді, и розовый красный. Осыны алам да, қосам. И розоватый цвет қосам. Сосын міндетті түрде ақ қосам. Осындай сиреновый цвет өзі шығады. Егер көкті тағы да қосын қырасам, онда көгілдір сиреновый цвет шығады. Қазір мектан ақталайын, көбірек қып. Міне, артқы фон шықты да қойды. Артқы фонды. Бұны жалпылама жұмыс істеу керек. Ошартпай айтқанда, обобщенно надо работать. Сосын бұны салып отқан кезде байқасаңыздар, өздеріңіз алып біз жер сәл мына түске қарағанда мынау астыңғы жағы драпировканың сәл темнелау цвет болады, себебі пространство болу үшін бізде солай жасауға тиістіміз. Столдың шеті соны көрсету үшін адай темный фиолетовый цвет, сиреновый цвет берем. Салға қазір осыны аламда, екінші бір жаққа кетіп қала берем. Көрдіңіздер, мына аламда ары қарай жалғастырып алып кетем. Кесішкіні міндетті түрде өздеріңіз формаға, ыңғайлы формаға кешкіні ала бересеңіздер бар. Үлкен жер болса үлкен кешкі, кішкентай жер болса кішкентай кесішкі. Өйстіп кете береміз. Енді арасында уже чайникке де мән беріп қоямыз. Темный синиймен қараны араластырып, уже чайникпен де жұмыс істеймін. Көрдіңіз ба? Бір затқа мен тоқталып қалған жоқпын. Обобщенно жұмыс істегеніміз осы. Жалпылама цвет бәрін фонын бердік, сухой кешкімен бердім. Енді бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде блик береміз. Мынау біздің чайнегіміз эмалевый. Жерлерге блик береміз. Әбі жерге. Сосын қарасаңыз, бұл енді егер бұл қыш болса, егер отражение ешқандай болмас еді. Сондықтан бұл эмалевый зат болғаннан кейін жерде любой зат отражается. Мына қызыл жерге отражается. Видите, сухой кешкі, өткенде сухой кешкі мынаны түсір. Сухой кешкі, көрдіңіз, ешқандай су ештеңе қоспай, жерде отражается. От тряпок. Здесь отражение. Көрдіңіздер ма? И тут отражение. Сосын жерде сәл-сәл лимонның отражениесі бар. Жерде. Ана жерде де сіздерге жіберіп отқаным фото, да? Мына жерде енді өздеріңіздің жаңағыдай творчестволық нелеріңізді, фантазияларыңыз ба, или сауаттылықты скорее ба. Соны қосамыз. Мына жерге енді қарамен темный синийді қосып, мына жерге тағы да бүйтіп беріп шығамыз. Жарық көлеңке. Жаңа айттым ғой, жарық сол жақтан түсіп тұр. Мына жерге қара. Тоже сухой кешкі синий қостым. Синийді аламды, мына жерге сухой кешкімен шайнектің формасын материалист дейді ғой. Бұл эмалевый зат екенін біз көрсетуіміз керек. Посветлее жасаймыз. Мынадай цветтерді араластырып көрдің бе? Мынадай цветтер араластырып, мына жерге жарық, блик беріп
өйстіп жұмысты. Енді қараңыздар, мына жерде мынау жабысып тұр да, ештеңе білінбейді. Ну, көрініп тұр, что апельсин, лимон. Сондықтан мына жерде енді мен сәл де болса, мынадай оқристей цвет болса да алуға тырысамын. Кешкім қайсысы. Так, мына жерге апельсин шығып тұратын өзінің несін салып шығамыз. Енді мен бұл жерге тен салам. Тен салғанда қалай салам? Тенді кейбіреулер қарап салады, олай болмайды. Мынау қай түс, сол түстің, сол патимноватый вот, сол түстің өзі беріледі. Ең астына тен, основной тен. Көрдіңіздер ме? Падающий тен. Мына жерге де тен. Бұл тенді сәлде болса темноватый қылып алам. Основной, ең астындағы тенді. Тен, жартылай тен дейді. Тен әрмен қарай шашырап түскен сайын, ол жарық бола түседі. Көрдіңіздер ме? Жарық болады. Неге біздің затымыз уже жаңа чайникке дейміз ба, драпировкаға жабысыңқырап тұрады. Енді өзінің формасына чайниктің де тені болады. А жақта падающий. Басқаға кешік алайын. Басқаша да кешік ал. Чайниктің түсіп тұрған тені. И мына драпировкада мына жерге де тен түсіп тұр. Тен, полый тен. Әрі қарай ашық розовый болып кете береді. Көрдіңіздер ме? Ашық розовый болып кетеді. Енді мына жерлерге кішкентай болса да білек беруге тырысам. Мына жерлерге кішкентай білек. Мына жерлерге кішкентай білек. Білек бірақ өте қатты болмасын. Кричащий дейді ғой. Ондай болмасын. Сәл ғана болар болмаш. Мына түске қарағанда ашығырақ болса болады. Өйстіп примерно салып шықса болады. Енді ол әркім, мысалға мен сухой кешке мен мазокпен жұмыс істедім. Мазок дегеніміз не? Мінекей, мыналардың бәрін берген, мазками дейді, суреттің бәрін смело берген, жаққан краскаларды мазок дейді. Кей кезде қолмен істесеңіз, ол растушевка дейді. Сондықтан мен мазками өзім осындай әртүрлі цветтерді қолдып бергім келді. Енді келесі сабақта көріскенше